2 күнде біз кімге беріп жатырмыз? Ресейлік Яндекс, Uber такси қызметінде біздің елімізде 200 мыңнан астам адам жұмыс жасайды. Оның әрқайсысы кем дегенде бір 10 заказдан күніне алатын болса, оның жоқ дегенде 5000 теңгесі таксопарктың өзіне келеді. Мен қазір есептердің бәрін көрсетемін, оған дейін сіздерге түсіндіріп айтайын. Мысалы, егер 20% есептесін болсақ, сол 5000 теңгені 200 мыңға көбейтсек, примерно 1 миллиардтан асып кетеді. Оның мемлекетке беретін жарнасы 30%, яғни максимум 30% ғана береді ол. Максимум 30%. Алып тастаған күннің өзінде бір 700 мың теңге шығады. Ладно, бір 500 мың теңге шыққан күннің өзінде біз 2 күннің ішінде 1 миллиардымызды Ресейге құйып беріп жатырмыз. Біздің отандық таксистерден де сұрадым, егер отандық өнім шығып жатса, сіздер жұмыс жасайсыздар ма деп. Егер тиімді болса, әрине жұмыс жасаймыз дейді. Мысалы, Яндекс такси мен Uber таксиде тоқтаусыз заказ келеді екен. Сол себепті ол кісілер сол таксиге байланып қалғанбыз дейді. Қазір көшеге шығып адам жинайтын болсаң, адам да жинай алмайсың дейді. Енді ойлаңыздар, Бағдат Мусин айтады, бізде елімізде әзірге осы бағдарламаның, яғни осы қосымшаның агрегаторы жоқ дейді. Ол қалай IT технологияда оқып жатқан балалар, ол не оқып жатыр сонда, егер осындай нәрсені үйренбейтін болса? Қазір мысалы робототехниканы үйретіп жатыр. Роботыңды үйреніп жатқан бала неужели Яндекс таксидің агрегаторын жасай алмайды? Мынау менің